Баяу тоңсып ай көкте тербеліп тұр. Жел сыбыр айтып, жапырақ сырменен толқып тұр. Алыстан қарасам, бір ғана терезе жаны. Сағынған ананың үміттей жарығы толып тұр. Сол нұрдың ішінде жүректің жылы тынысы. Саған деген мейірдің баяу соққан тынысы. Сонда бір ой келет, қашан хабарластың шынын? Уақыттың құс болып ұшатынын кім ұғыныр? Анаңа жиі қоңырау шал жаным. Дауысы жетсе жүрекке таңдай жаны. Қанша алыстасаң да жолыңды жарып, мейірім теңізі ағып тұрар аны. Анаңа жиі қоңырау шал жаным. Түннің ішінде дауысынан сабаны. Өтіп барады уақыт баяу талып. Ананың махаббаты қалар мәңгі жаны. Бесікте тербеткен күндердің келеді. Жұбатқан сәттердің табы әлі өшпей көрінеді. Сол естеліктер түн ішінде тұман боп ұшып, жүрегіңе баяу түсіп, гүл болып көрінеді. Қиын күн болса да жаныңды қорғай білген, көз жасыңды сүртіп жылылық толғай білген. Қанша өссең де сол жүрек өзіңді іздеп тұрар. Ана махаббаты ешқашан бордай боп ұшпайды білгін. Анаңа жиі қоңырау шал жаным. Дауысы жетсе жүрекке таңдай жаны. Қанша алыстасаң да жолыңды жарып, мейірім теңізі ағып тұрар анық. Анаңа жиі қоңырау шал жаным. Түннің ішінде дауысынан сабаны. Өтіп барады уақыт баяу талып. Ал ананың махаббаты қалар мәңгі жаны. Түн сәлден соң баяу сөнер, жұлдыздар да тозар. Бірақ ананың жүрегіндегі жарық ешқашан қызар. Сол жарыққа қарай жол тауып бара алсаң, жаныңдағы ең жылын анана қоңырау шалсаң.